Сәлем достар, сіздермен Динара. Бүгін сіздерге жеңіл және тез жасалынатын кокосовый печенье рецептісін ұсынамын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажет ингредиенттер: жұмыртқа, кокосовый стружка және қант. Ыдысқа жұмыртқа мен қантты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болған соң кокосовый стружкамызды қосып, қасықтың көмегімен немесе лопатканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Бізде осындай масса шығу керек, және екі алақанның көмегімен видеодағыдай дөңгелектеп пергамент қағазының үстіне саламыз. Қызып тұрған пешке 160 градусқа 5-6 минутқа печеньемізді саламыз. Міне осындай печенье дайын болды. Үстіне қант ұнтағын сеуіп сәндеуге болады. Сіздермен болған Динара. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.